Бәріңізге сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге селпат шуба салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде ең алдымен селедка қажет. Одан соң қайнатылған жұмыртқа, қызылша, майонез, қайнатылған картоп және сәбіз керек болады. Осы ингредиенттердің бәрін дайындап алған соң салатымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен осы ыдыстағы селедкамызды тақтайымызға салып алып, оны орташа көлемде турап шығатын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай ірі етіп салсаңыздар немесе майда етіп салсаңыздар да болады. Ал мен осылай пышақпен турап алып, орташа көлемді салғанды дұрыс деп санадым. Селедкамыздың барлығын бір келкетіп осылай турап шығамыз. Селедкамызды турап алып, оны тарелкамызға саламыз. Бір қабат тегіс етіп тарелкамызға салып шығамыз. Селедкамызды салып алған соң, оның үстіне міндетті түрде майонезімізді сеуіп шығамыз. Майонезді көп сеудің қажеті жоқ, тек қана бір қатар жүріп өткеніңіздер жеткілікті. Одан соң оның үстінен қайнатылған картопымызды үккіштен өткізіп салатын боламыз. Картопымызды осылай тәрелкенің үстінен бірден өткізіп салсаңыздар да болады, немесе бөлек ыдысқа картопты үккіштен өткізіп алып, содан кейін ғана тәрелкеге салсаңыз болады. Мен бірден үккіштен өткізіп салдым. Одан соң оның үстінен майонезімізді сеуіп шығамыз. Майонез аз болып қалмауы қажет. Егер аз болып қалса, салатымыз құрғақ болып қалады. Келесі кезекте қайнатылып тазартылған сәбізімізді үккіштен өткізіп, картоптың үстінен орналастырамыз. Дәл картоп секілді сәбізімізді де үккіштен өткізіп салып шығамыз. Тәрелкемізге сәбізімізді салып болған соң, үстінен селедканың майын құямыз. Сонда салатымыз өте дәмді болады және құрғақ болмайды. Одан соң оның үстінен тағы да майонез себетін боламыз. Майонезді тура картопқа сепкенде бір қатар жүргізіп сеуіп шығамыз. Келесі кезекте пат шуба салатымыздың ең соңғы қабаты, яғни қайнатылған қызылшамызды үккіштен өткізіп, сәбізіміздің бетінен осылай орналастырып шығамыз. Қызылшамызды сеуіп болған соң, оның үстіне майонезбен жүріп өтеміз. Майонезді өз қалауларыңызға қарай түрліше етіп қоссаңыздар болады. Мен осылай ром пішіндес етіп жүріп өттім. Және де оның үстінен қайнатылған жұмыртқаны сеуіп шықтым. Қайнатылған жұмыртқаны үккіштен өткізіп қостым. Тек қана сарысыңына қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай жұмыртқаның ағында қоссаңыздар болады, немесе мүлдем жұмыртқа қоспасаңыздар да болады. Менің жаңа жыл дастарханға арналған пат шуба салатым дайын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Кез келген қонақ күткен кезде дастарханға қоюға болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.